Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен сіздерге мына сілтемені жібергенмін. Осы сілтеме бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық реакциялардың типтері. Бүгінгі сабағымызға қойылатын оқу мақсаты бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу. Химиялық реакциялардың жүруі. Мұқият назар аударамыз. А, Б, С және Д әріптерімен жай және күрделі заттар берілген деп есептеңдер. Химиялық реакциялар әлемі алуан түрлі. Табиғатта және адамның қолынан пайда болып жатқан көптеген химиялық реакцияларды көріп жатамыз. Химиялық реакциялардың мәні заттардың бір-біріне айналуында. Яғни бастапқы зат ыдырайды да, одан жаңа зат түзіліп шығады. Содан кейін бастапқы заттың саны мен құрамы өзгереді. Осында өзгерістер химиялық реакциялардың жіктелуіне байланысты. Химиялық реакциялар 4 типке бөлінеді. Біріншісі қосылу реакциясы, айырылу реакциясы, орын басу реакциясы және алмасу реакциясы. Бірінші суретке назар аударайық. А қосылған Б тең АБ, яғни бұл қосылу реакциясы. Қосылу реакциясы магний ауада жанғанда магний түзіледі. Реакция барысында өте күшті жарқыл шығады. Бұл реакцияны ертеректе қараңғы бөлмеде түзету үшін пайдаланған. Магний қосылған оттек тең магний оксиді немесе одан да көп заттардан бір күрделі түзілген реакция ол қосылу реакциясы деп аталады. Жарайсың Арай. Келесі. А, В тең А қосылған В. Айырылу реакциясы. Сутек пероксидінің айырылуы нәтижесінде су және оттек түзіледі. Сутек пероксиді тең су қосылған оттек. 2H2O қосылған O2. Бір күрделі зат айырылып, нәтижесінде бірнеше жай немесе күрделі заттардың түзілуі айырылу реакциясы деп аталады. Жарайсың Аружан. Келесі. А қосылу Б, С тең АС қосылған В. Яғни бұл орын басу реакциясы. Егер мыс сульфаты ерітіндісіне темір тақта жасалса, тақтаның бетін мыс бүркейді. Феррум қосылған купрум СО4 тең феррум СО4 қосылған купрум. Жай және күрделі заттар әрекеттесіп, жай зат атомдары күрделі зат құрамындағы бір элементтің орын басып жүретін реакция орын басу реакциясы деп аталады. Жарайсың Ақсұлу. Келесі. АВ қосылған СД тең болады АД қосылған СВ. Бұл алмасу реакциясының формуласы. Екі күрделі заттың құрам бөліктерімен алмасуы арқылы жүретін реакция алмасу реакциясы деп аталады. Алмасу реакциясында реагенттер де өнімдер де күрделі заттар болып табылады. Мысалға, кальций гидроксиді сілті болғандықтан оның ерітіндісінде фенафталейн таңқурай түске боялады. Кальций гидроксидінде тұз қышқылымен әсер еткенде ерітіндінің таңқурай түсі жойылады. Себебі су және тұз түзіледі. Яғни бейтарап орта пайда болады. Мысалға, кальций гидроксиді мен тұз қышқылы қосылғанда кальций хлориді және су пайда болады. Сонымен, химиялық реакциялардың типтері қосылу реакциялары, айырылу реакциялары, орын басу реакциялары және алмасу реакциялары екен. Енді келесі назарды бейне материалға аударайық. Ауада жануынан магний оксиді алынады. Күкірт пен темірдің қоспасын қыздырсақ, темір 2 сульфиді түзіледі. Күкірттің оттекте жануы нәтижесінде күкірт диоксиді түзіледі. Осы оксид пен судың әрекеттесуі барысында күкіртті қышқыл алынады. Бұл реакциялардың барлығына тән ортақ белгі бар екеніне назар аударыңыз. Олардың әрқайсысында қарапайым реагенттердің қосылуынан құрылысы күрделірек бір өнім түзіліп отыр. Мұндай реакциялар қосылу реакциялар деп аталады. Алғашқы 3 мысалда өнім элементтердің қосылуынан түзілсе, соңғы мысалда реагенттер ретінде қарапайым химиялық қосылыстар күкірт диоксиді мен су алынып, олардың әрекеттесуінің нәтижесінде химиялық құрамы күрделірек күкіртті қышқыл түзілген. Бұл жерде қосылу реакциясы туралы айтылған. Магнийдің ауада жануын магний оксиді алынады. Күкірт мен темірдің қоспасын қыздырсаң, темір 2 сульфиді түзіледі. Күкірттің оттекте жану нәтижесінде күкірт диоксиді түзіледі. Осы диоксид және судың әрекеттесуі барысында күкіртті қышқыл алынады. Мен осы бейнероликтен осындай мәліметті алдым. Жарайсың Ақсұлу.
Келесі бейнероликтен қандай мағлұмат алдыңдар? Егер сынап екі оксидін қыздыратын болсақ, оттек пен сынапты аламыз. Қорғасын нитратын қыздырғанда үш өнім түзіледі. Қорғасын оксиді, азот диоксиді және оттек. Жараларды залалсыздандыру үшін қолданылатын сутек пероксидін қыздырған кезде алынатын өнімдер су және оттек. Бұл жолы қарастырылған әр реакцияда бір реагенттен екі немесе одан да көп өнім алынды. Бір реагенттен екі немесе одан да көп қарапайым өнім алынатын реакция айырылу реакциясы деп аталады. Сынап екі оксиді айырылғанда түзілетін өнімдер сынап пен оттек. Қорғасын нитраты, қорғасын оксиді, азот диоксиді мен оттекке айырылады. Ал сутек пероксидінен оттек пен су түзіледі. Бұл жолы қарастырылған әр реакцияда бір реагенттен екі немесе одан да көп өнім алынды. Бұл айырылу реакциясы болып табылады. Екі оксидін қыздыратын болсақ, оттек пен сынапты аламыз. Қорғасын нейтратын қыздырғанда үш өнім түзіледі. Қорғасын оксиді, азот диоксиді және оттек. Жараларды зақымдандыру үшін қолданылатын сутек пероксидін қыздырған кезде алынатын өнімдер су және оттек. Жарайсың, Мереке. Келесі бейнероликтен қандай мағлұматтар алдық? Орын басу реакциясының келесі мысалы мырыш пен мыс екі сульфатының ерітіндісі арасындағы реакция. Бұл реакцияда мырыш атомдары мыс сульфатындағы мыс атомдарының орнын басқан. Нәтижесінде жаңа заттар мырыш сульфаты мен бос металл күйіндегі мыс түзіледі. Реакцияның қалай жүріп жатқан реагенттердің түсі қалай өзгеріп жатқандығын бақылау арқылы біле аламыз. Көк түсті мыс сульфаты түссіз мырыш сульфатының түзілуіне байланысты біртіндеп түссіздене береді. Мырыштың бетіне қонатын мыс атомдары оған өзіндік қою қоңыр түс береді. Химиялық қосылыстардан басқа металды немесе сутекті ығыстыратын металдың белсенділігі олармен салыстырғанда жоғары болады. Келтірілген мысалдарда магний сутекке қарағанда, ал мырыш мысқа қарағанда белсендірек болады. Орынбасу реакциясы мырыш пен мыс сульфатының ерітіндісі арасындағы реакцияны көрсетіп тұр. Бұл реакцияда мырыш атомдары мыс сульфатындағы мыс атомдарын орнын басқан. Нәтижесінде жаңа заттар мырыш сульфаты мен бос металл күйіндісіне мыс түзіледі. Реакцияның қалай болып жатқаны, реагенттердің түстері қалай өзгеріп жатқанын бақылау процесі арқылы білуге болады. Көк түсті мыс сульфаты түссіз мырыш сульфатының түзілуіне байланысты біртіндеп түссізденіп айналып барады. Жарайсың, Аружан. Келесі бейнероликтен не байқадық? Хлорсутек пен натрий гидроксиді арасындағы реакция нәтижесінде су мен натрий хлориді түзіледі. Реакция барысында натрий гидроксидіндегі гидроксид иондар мен қышқыл құрамындағы сутек иондары қосылып, су түзеді. Қышқыл мен негіз реакцияға түсіп, нәтижесінде су мен тұз түзілетін реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Мен бұл алмасу реакциясын көрдім. Алмасу реакциясында реагенттер де өнімдер де күрделі заттар болып табылады екен. Кальций гидротты болғандықтан, оның ерітіндісінде алфталин таңқурай түске боялады екен. Екі күрделі зат құрам бөліктерімен алмасу арқылы жүретін реакция алмасу деп аталады екен. Мен соны түсіндім. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырма бізде бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Химиялық реакция сызба нұсқаларын сәйкестендіріңдер. Бірінші реакцияны оқимыз. Кальций қосылған тұз қышқылы тең кальций хлориді қосылған сутек. Бұл яғни орын басу реакциясы болып табылады. Жарайсың, Ақсұлу. Келесі. Екіншісі күкірт 6 валентті оксиді қосылған су. Тең күкірт қышқылы бұл қосылу реакциясы болып табылады. Жарайсың. Келесі. Метанның айырылуы күкіртке және сутек газына айналады. Ол айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы. Жарайсың. Кальций гидроксид қосылған тұз қышқылы бөлініп шығады кальций хлориді су. Бұл алмасу реакциясы. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде бізде
Сурет бойынша реакция теңдеулерін жазыңдар, реакция типтерін анықтаңдар және реакция теңдеулерін дауыстап оқыңдар деді. Бірінші реакция теңдеуін дәптерге жазып аламыз бірінші, содан кейін барып жазған реакциямызды оқимыз. Дәптерге жазамыз бірінші. Жазып болдық па? Аяқтап болсақ, оқимыз. Біріншісін. Арай оқышы біріншісін. Мыс оттек тең мыс оксиді. Теңестірдік па реакцияны? Я. Иә. Қай жерге қандай коэффициент қоямыз? Мыс оксидінің алдына 2-ні қоямыз. Жарайды, тағы да? Мыстың алдына. Жарайсыңдар. Келесі реакция теңдеуін. Ақсұлу? SH4 тең болады С қосылған 2H2. Дұрыс. Бұл қандай реакция типіне жатады? Айырылу реакциясы. Дұрыс. Келесі. Мырыш оксидіне күкірт сутекті қосқанда мырыш сульфиді мен су түзіледі. Бұл алмасу реакциясы. Дұрыс. Жарайсың, Сабина. Келесі. Мырыш қосылған қорғасын хлориді тең болады мырыш хлориді қосылған қорғасын. Бұл жерде орынбасу реакциясы жүріп отыр. Енді келесі тапсырма. Сабақты бекіту мақсатында Дарын онлайннан тест тапсырайық, иә, балалар? Реакция схемасы А плюс Б тең Д болса, мына заттардың әрекеттесуі бейнеленген. Қайсысы жатады? Алюминий мен хлор. Алюминий мен хлор. Химиялық реакция типіне неше түрі бар? 4. Натрий гидроксидіне Қосылу. қосылу реакциясы. Алмасу реакциясын тап. Төртіншісі, иә? Төртіншісінде күрделі. Орынбасу реакциясын тап. Газ. Үшіншісі. Қалай оксиді мен сутек арасындағы арасындағы әрекеттесуші реакцияның типі. Орынбасу. Келесі, екі немесе одан да көп заттардан бір күрделі зат түзілетін реакция. Қосылу реакциясы. Қосылу реакциясын табыңыз. Үшіншісі. Үшіншісі.
бір күрделі зат айырылып нәтижесінде бірнеше жай зат түзілетін күрделі заттардан түзілетін реакция. Айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы. Аха. айырылу, Темір қосылған мыс сульфаты арасындағы реакция типі. қосылу, Бүгінгі сабаққа белсенді қатыстыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Оқулықтан 36 беттегі номері 4-5 есептерді орындау. Дәптердегі жұмыстарды күнделік KZ платформасына жүктейміз. Бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Рахмет, сау болыңдар.